Jingle bells. Так, мына тұрған елкіні осылайынан қойып қояйық. Jingle all the way. Так, осылай. И мына носокты осылай қойып қоймасақ. Мә, бүгін погода деген просто керемет болып тұр. Так, осылай сыртқа шығамыз. Ема қар деген қаншалықты деген көп жауып тастаған, офигеть. Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бүгін Мейірмхан достар. Көріп тұрғандарыңыздай бүгін бізде деген 13-ші ауылға өте көп қылып қар жауып тастаған екен достар. Ё-майо, мына жақта барлықтар айдала деген, барлық дала деген просто аппақ болып кеткен екен. Ема достар, мен деген қазір өзімнің кузнецкийімді достар, мен деген безендіріп жатырмын. Так, мына жерге короче мен осылайынан гирляндаларды қойып жатырмын. Пока что осындай өзіме өте ыстық шоколадный не алып алдым достар, кофе алып алдым. Және осылай мен өзім кузнецкийімді әдемілеп жатырмын. Я достар, сіздер жақта қар жауды ма, жаумады ма, соны комментарийға жаза кетіңіздер. Ема достар, мына жақта деген қар деген толып кеткен екен. Так, мен осы ішке барып қазір нені алып, күректі алып, мына жақтарды кішкене тазаламаса болмайды достар. Қараңыздар, мына жақта деген бізде деген қар деген ё-майо жос толып кеткен екен. Мен осылай жолдарды кішкене тазалап қойып қою керек екен достар. Ема, так бізде деген достар, қараңыздар, бізде деген грядка деген қатып қалған достар. Ема, мынаны қараңыздар, мынаның суы қатып қалған. Еще мына жерде бізде деген барлық өсімдік көкөністердің бәрі деген достар шықпай қалған екен. Даже мына жерде біз жерге айналып кеткен екен достар. Достар, бұл дегеніміз жителердің тамақ запасы азайған. Ема достар, қараңыз, көз алдымызда деген мыналардың бәрі уже құрғап бытыш болып жатыр. Бұл дегеніміз достар, жителердің тамақ запасы азаяды деген сөз достар. Ё-майо, білесіздер, біздің жителердің тәбеті деген өте андай, қалай айтсам болады, өте жаман. Себебі достар, андай тамақ жеген өте қатты жақсы көреді. Ол осындай запаспен. Ема, мына жақта қар деген толып кетіп отқан емес, мен жағына көрген сияқты едім. Так, достар, ема бізде жителер аш қалмау үшін бізге бір шара қолдану керек. Так, оған дейін мен мына жерде кішкене тазалап жіберейін. Так, достар, қыста қандай тамақ табуға болады деп мен ойлана келе балыққа барам деп шештім достар. Ема, сіздер білесіздер ме, қыс айында деген өзендер онда қатпайды. Қатқан күннің өзінде оның асты жылы болып тұрады. Бірақ оның астында бізде балықтар болады достар. Ема, ойлап тұрмын достар, бізде жителер деген балықты өте қатты жақсы көреді деген ойдамын достар. Мындай погодада любой адам балық не любой тамақ түрін жей беретін сияқты. Ема, достар, қараңыздаршы, мен мына жерге күреп жатырмын, бірақ сонда толып кетіп жатыр. Так, онда достар, мен мына қарлардың бәрін осылай салып тастайын. Және достар, біз қазір дейтін неге қарай аттанатын боламыз, өзенге қарай. И сол жаққа барып, осы жителерге біз дейтін не жасайтын боламыз достар, балық аулап әкеліп беретін боламыз достар. Так, мен бірінші сундуктың ішін ашып алайын. Так, сундуктың ішіне біз өзімізге лодкамызды аламыз. И бізге өзіміздің әрине достар қармағымыз алып алатын боламыз. Қармақсыз қалай алуға болады достар, мен түсінбеймін. Және достар, мына жерде мен өзіме қазір керекті деген заттардың ішінен, так достар, тамақ алып кете салайық, осындай алма алып кете салайық. Бұл бізде витамин күш береді достар. Әрине достар, сіздер видео басылмай тұрып ардаңыз жатып лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізде деген достар 5000 подписчика өте аз қалды. Егер де кім қазір тіркеледі, сол жаңа жылда өзіне ұнаған сыйлықты алатын болады я достар. Так достар, мен осылай заттарымды алып алдым. Мен қазір өзенге қарай жылжи берейін. Так, оған дейін мен осы ыстық кофемді ішіп алғым келіп тұр достар. Все, давай осы ыстық кофемізді ішіп аламыз. И достар, біз қазір өзенге қарай аттанатын боламыз. Ермұхан, что там? Что там, житель, сен бұл жақта не істеп жүрсің? Мен сол тамақ ұзап жүрген, маған запастағы тамақтардың бәрі бітіп қалған еді. Так, запастағы тамақтар уже бітіп қалды ма не? Иә, біздің жителдер білесің ғой, тәбеті өте тамаша, сондықтан запастағы тамақтардың бәрі бітіп қалды. Қар жауып кішкене қыс болғалы бізде тамақ азайып кетті. Ема, сендер уже бітіріп тастағансыңдар. Мен офигеть достар, мен жаңа ғана айтып жатыр едім, запастағы тамақтар бітіп қалады деп. Олар уже бітіріп тастаған екен. Иә, Ермұхан, сосын Ермұхан, абайлашы, қазір күн деген суық, бенсауай погода болып жатыр. Егер сен саған бірдеңе болатын болса, біздің ауылымызда бычыт болады ғой, білесің бе, сенен басқа тамақ алып келетін ешкім жоқ. Ема, енді білмеймін, енді мен барынша аман келуге тұрсам, жоқ, қуасың ба сен, сонда сен маған сенбейтерсің ба? Жоқ, саған сенемін, мен алып келесің ғой, бірақ абайла, сонда да алдымызда үлкен аяздар келе жатыр, борандар келе жатыр, сондықтан саған абайла деймін. Давай, все, байқап жүретін боламын. Ема, оны жақсы, давай, пока. Ема, достар, бізде мына жақта жителер уже деген балық аулап жүр екен. Ема, менен бұрын балық аулап кеткендер бар екен достар. Ема, так бізде әлі қатпаған екен достар. Мына жақта достар, білетіндеріңіздей, бұл жақта балықтар өте аз. И достар, бұл жақта андай балықтар ғой, өшім андай бір шабақ балықтар, кішкентай балықтар, бұл ойбай суға батып кеткен мен. Так, бұл жақта деген бізде андай балықтар ғой, өте кішкентай шабақ балық, андай-мындай. Короче, достар, бізге қазір ары қарай кетіп, бізге мұхитқа қарай шығу керек болады. Мұхитқа қарай шығып, сол жақта үлкен балықтарды аулап алып келу керек достар. Так, осылайынан қоямыз. Ема, бізде уже дейтін өзендер қатып жатыр достар, қараңыздаршы. Так, бізде өзендер полностью қатып қалмай тұрғанда, біз қазір мұхитқа қарай шығатын боламыз. Достар, мен қазір камераны ұстап тұрмаймын. Қолым қатып қалады, себебі сондықтан мен қазір мұхитқа жеткен кезде камераны қосатын боламын.
Достар, біз деген мұхитқа жеттік. Ман достар, қараңыздаршы, менің артымда қандай ледяной андай нелер тұр, андай вышкалар тұр, база жоқ достар. Мына жақтаға да қыс жеткен екен, бірақ достар, бізде мұхитта деген қар жоқ екен. Бағана 13-ші ауылда құйып тұрған еді қар. Так достар, біз балық аулауымызды бастай беретін боламыз. Ман достар, қазір бізде балықтар түседі деген ойдамын достар. Балықтар түспесе деген біздің ауылда деген просто аштық болатын болады. Бағана көрдіңіздер достар. Біздің жителер деген тәбеті деген соншалықты мықты, просто деген запастағы тамақтардың бәрін жеп қойған достар. Ман ондай өтіп жейтін мен ешқандай жителер көрмедім, бірақ біздің ауылдың жетіп так бізде балық келді достар. Достар аламыз. Достар бізде қандай балық түсті? Ман достар, бізде ештеңе түскен жоқ. Офигеть достар. Ман қазір біз қайттан аулайтын боламыз. Кішкене жақындау тұрмасақ болмайды достар. Жаңағы балықты біз құрдан құр жіберіп алдық. Біз деген просто достар. Ман. Так достар, бізде балық келді. Аламыз достар. Бізде рыба фугу түскен болатын достар. Ман рыба фугу бұл негіз улы не ғой достар, улы балықтардың бірі. Оны біздің жителер жейді деген ойда емеспін достар. Ман мынау дейтін просто офигеть. Негіз бұндай балықтарды негіз жителерге беруге болмайды. Олар дейтін ондай балықтарды жеп көрмеген өмірінде. Соқтан достар, бізге барынша абай болу керек. Достар, бізде офигеть достар, бізде деген океанда мусор деген өте көп. Сондықтан бізде седло түсті достар. Мана седло бізге мусор не керегі бар маған? Қуасың ба сен? Маған балық керек, маған жителерді тамақтандыру керек. Аты жителерді тамақтандырмаса менде деген просто ертең жителер аштан қырылып қалатын болады. Достар, сондықтан бізге қазір барынша көптеп балық аулап келу керек болатын болады достар. Достар, сіздерге осындай видеолар, осындай форматтағы видеолар ұнаса, әрине арнаға жазып лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Мен жаңа жылға дейін 5000 подписчикке жеткім келеді достар. Так бізде енді балық келді. Достар, бізде кожа түскенде сұрма қуама, неғып маған мусор түсіп жатыр. Маған мусор емес достар, маған балық керек достар. Бұнда ресурстардың маған түк те қажет жоқ достар. Кожа мен не істеймін? Достар, кожаны біздің жителер жемейді ғой, оны жейтін нәрсе емес қой. Бізге әрине достар, бізге қазір балық керек. Достар, бізде бірінші балығымыз, екінші балығымыз жеуге болатын. Бізде сырая треска түскен болатын достар. Сіздерге менің балық аулап отқаным қызық емес шығар достар. Сондықтан мен қазір барынша тез аулап, видеоны мына жерде барынша ускорить етіп жіберемін. Достар, мен балық аулаймын дегенше қараңғы батып кеткен екен. Мен общем деген достар 6 сырая треска және 7 сырой лосось аулаған болатынмын. Енді бізге қазір қарай үйге қарай қайту керек достар. Так достар, біз мына жақтан келген болатынбыз. Достар, жолды деген мұз жауып тастаған. Офигеть достар. Достар, мына қараңыздар, суық болып, бағана суық болады, абайлаш деген осы екен ғой достар. Мына бізде қайығымыз сындыра ала ма? Так. Достар, қараңыздар, мына жердің бәрін бізде деген мұз басып саған. Офигеть достар. Біз енді мына жаққа қарай қалай қарай өтетін боламыз. Достар, бізге мына түнді қалып қоймау керек. Так. Офигеть достар, қараңыздар, мына жақтың бәрі мұз болып жатыр достар. Анан қараңыздар, ары қарай біз үйге қалай қайтамыз достар. Так, бізде мына мұздың үстінде не деген тайғанақ. Достар, құлақ қалдым мен. Так, бізге барынша шифтпен барынша асықпай жүру керек достар. Мына жерде деген құлап қала береді екенсің достар. Бізге қазір дейтін тұратын жерді іздеу керек достар. Осы бір түнде түнеп шығатын жерді. Достар, қараңыздар, мына деген мұз деген бітпейтін мұз екен достар. Так. Достар, мына жерде не деген тайғанақ достар. Мен қазір барынша мына жақтан андай бір үйді зек көретін боламын, бір бункер сияқты бір деген есет таппасам. Достар, мен мына жақта қалып қоятын сияқтымын. Так достар, мен өзімнің қайығымды неге шығарып алған болатын мұздың үстінен. Достар, бірақ мына дейтін өте жай келе жатырмыз. Достар, мен деген мына жақтан осындай бір түсініксіз конструкцияны тауып алдым. Қазір соған қарай бара жатырмын. Достар, қараңыздар, мынау мен ауылға қарай бару деген просто азап. Еще достар, білесіздер мен не қылып қалдым достар. Мен өзімнің қайдан келгенімді ұмытып қалдым достар. Мынаны қараңыздар. Офигеть, мынандай конструкцияны мұздың ортасынан табам деп ойламадым достар. Қараңыздар, так осайдан так. Тайып бара, тоқта, соғып қалма. Все. Так, все достар, біз түстік. Достар, қараңыздар, біз мынандай бір Так достар, мынау бір енді салынып жатқан корабльге ұқсайтын сияқты достар. Қараңыздар, мынау не екенін білмедім. Не екенін білсеңіздер комментарияға жаза кетіңіздер достар. Мына жерде еще бізде дейтін мынандай кішкентай мұздың үстінен жүретін машина бар екен. Достар, мына жерде бізде сундук бар екен. Так, сундукты ашып бар екен. Достар, мына жерде бізде компас бар екен достар. Офигеть достар. Біз қазір дейтін осы компаспен мына затты қолданып қазір ауылға қайтатын боламыз. Достар, жақсы болды ғой. Так достар,
Сіздерге бүгінгі видео ұнады деген ойдамын достар. Ешқашанда қысқы уақытта мұхитқа шығып балық ауламаңыздар. Менің қазір енді 13-ші ауылға барып осы балықтарды апарып жертөлелерге беретін боламын. Бізде нормальный запас жиналды. Сіздермен болған мен Ермұхан достар. Сіздерге видео ұнаса әрине арнаға жазып лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, арнаға 5000 подписчик жаңа жылға дейін жеткізіп бассақ өте керемет болар деді. Сау болыңыздар.